Сәлем достар. 31 мамыр саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күні. Біз бұндай оқиғаға қалай жеттік, не себептен жеттік? Міне сондықтан да мен сіздерге 20 ғасырдың 30 жылдарындағы қоғамдық саяси өмірді талқылайтын боламын. Сондықтан сіздер менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Сондай-ақ осы видеоны балаларыңызға, іні қарындастарыңызға, класстастарыңызға, достарыңызға таратыңыздар. Олар да осы видеоны көріп, пайдалы ақпарат алып, зейіндері ашылсын. Қазақстанда саяси қуғын-сүргін және ашаршылық қалай орын алды? Бірінші себебі оның тоталитарлық әміршіл-әкімшіл жүйеде. Тоталитарлық әміршіл-әкімшіл жүйе дегеніміз жоғарыдан басқарылатын және оның бұйрығы сөзсіз орындалатын жүйе. 1925 жылы Қазақстанды басқаруға Голощекин жіберілді. Голощекин келгеннен кейін Қазақстанда ешқандай кеңес үкіметі орнамаған, баяғы өздерінше өмір сүріп жатыр. Сондықтан кіші қазан революциясын жасау керек деген идеяны ұсынды. Бұған қарсы сол кездегі ірі мемлекет қайраткерлері Рысқұлов, Қожанов, Сейфуллин, Мыңбаевтар қарсы шықты. Бірақ олардың қарсылығын ұлтшылдық көрініс деп бағалап қудалауға ұшыратты. Саяси қуғын-сүргіннің екінші себебі 15 съезді қабылданған ауыл шаруашылығын ұжымдастыру болды. Жалпы ұжымдастыру кезінде еріктілік, дербестік, материалдық мүдделілік, ұжымдастыру саясатына кезең-кезеңмен өту принциптері жолға қойылды. Бірақ бұл ұстанымдар өрескел бұзылды. Бірден жалпы ұжымдастыру жергілікті жағдайларды ескерілместен әкімшілдік күштеу әдістерімен жеделдете жүргізілді. Тезірек ұжымдастыру үшін ішкі Ресейден 1204 адам және жергілікті жерлерден 8000 жұмысшы ауылдар мен қоныстарға жіберілді. Олар шаңырақтарды бір орталыққа бағындырып, ол жерде жергілікті жағдайлар бар ма, жем шөп бар ма, су бар ма, оны ескерместен бір орталыққа бағындыра бастады. Сөйтіп жалған колхоздар құрды. Колхоздарға кіргісі келмеген адамдарды байкулактардың қатарына жатқызды. Оларды жазалады, жер аударды, соттады, қорқытты. Осының нәтижесінде ұжымдастыру қарсаңында елде 40,5 миллион мал болса, 1933 жылы 4,5 миллион мал қалды. Бұл жағдай өлкеде аштық қасіретін туғызды, елді аштық жайлады. Халқының ұжымдастырудың салдарынан ашаршылыққа ұшырап жатқандығы халықтың мемлекет қайраткерлерінің жанына батты. Ғабит Мүсірепов, Ғатауилин, Дәулетқалиев, Алтынбеков, Қуанышев сияқты адамдар 1932 жылы аштық апаты туралы Голощекинге хат жазды. Ол қатта орташаларға байлармен бірдей соққы беріліп жатқандығын, жалған колхоздар ұйымдастыру тыйылмай тұрғандығын, өлкеде ашығушылар санының өте көбейіп жатқандығын шынайы жазды. Ірі мемлекет қайраткері Тұрар Рысқұлов Сталинге хат жазды 1933 жылы. Хатында ол Сталиннен қазақ халқын аштықтан құтқаруды өтінді. Хатының негізінде ашығушылардың салдарынан халықтың Орта Волгаға, Қырғыз жеріне, тіпті Қытайға, Орта Азияға көшіп жатқандығын жазды. Бұл аш адамдардың тамақ іздеп босуы деп жазған болатын. Ұжымдастыруға қарсылық тек қана шетелге көшіп кетумен ғана болған жоқ. Ауылдардан қалаларға кетті, кәсіпорын құрылыс саласына жұмыс істеуге қашты, шетелге қашты, Түркменстанға, Иранға, Ауғанстанға, Қытайға, Ресейге кетті және қарулы көтеріліске шықты. Мысалы, ұжымдастыруға қарсы Созақта, Батпаққарада, Қарақұмда, тағы басқа жерлерде көтеріліс болды. Жалпы осы ұжымдастыруға қарсы 372 көтеріліс болды. Аштықтың зардаптары тарихымызға ұлы жұт ретінде енді. Мысалы, Қазақстанда 6,2 миллион адам болса, 30-33 жылдары 2,1 миллион адам қырылды. Саяси қуғын-сүргіннің үшінші себебі сталиндік казармалық социализм жаппай репрессия болды. Бұл жаппай репрессияға бірінші болып алаш зиялылары ілікті. Өткен себебі кеңес үкіметіне қарсы олар баламалы үкімет, алашорда үкіметін құрғысы келген болатын. 1917 жылғы бұл мақсаттарына жете алған жоқ. Азамат соғысынан кейін осы алаш зиялылары кеңес үкіметі жағына шықты. Және ол кеңес үкіметіне өз халқы үшін бар білім
білімдерін, күш-жігерін аянбай жұмсады. Соған қарамастан орталық мемлекет бұларды халық жауы ретінде бағалады. Әлихан Бөкейхановты, Жүсіпбек Аймауытовты, Ахмет Байтұрсыновты, Мағжан Жұмабаевты және Міржақып Дулатовты ату жазасына кесті. Кеңес үкіметінің жаппай жазалауы кезінде ірі мемлекет қайраткерлері де қуғын-сүргін құрбандары болды. Және кеңес үкіметінің бір кереғарлығы, олар өз жауларын ғана емес, осы кеңес үкіметін құруға атсалысқан адамдарды да халық жауы етіп шығарды. Сталинге хат жазған Тұрар Рысқұлов, Нығымет Нұрмақов, Нәзір Төреқұлов, Смағұл Сәдуақасов және біздің шекарамызды шегендеген Әлімхан Ермеков, Халел Досмұхамбетов сияқты зиялы қауымда осы саяси қуғын-сүргін құрбандары болды. Жазалау шараларынан қазақ кеңес әдебиетінің көрнекті тұлғалары Сәкен Сейфуллин, Ілияс Жансүгіров, Бейімбет Майлиндер де сырт қалған жоқ. Бұлар да халық жауы атанды. Бюрократиялық қоғамның қолдан жасалынған халық жаулары үшін лагерлер ашылды. Ақмола облысынан, Қарағанды облысынан жер берілді. Бұл жерлерге лагерлер салынды. Мысалы, Қарағандының өзінде 25 қоныс обсервация болды. Олардың ішіндегі ең үлкені Қарлақ, Алжир, Степлактар болды. Осы лагерлерде 101 мың қазақстандықтар азап шекті. Оларды азаптап, жауапқа тартып, бұл 101 мыңның 27 мыңы атылды. Жерде тырнақшаның ішіндегі халық жауларының балалары менен аналары да, әйелдері де азап шекті. Мысалы, Тұрар Рысқұловтың әйелі мен қызы, Жүргеновтың әйелі, Қожановтың әйелі және басқа да ұлттың көптеген әйелдері менен балалары жазықсыз жапа шекті. 1993 жылы 14 сәуірде жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау туралы заң шықты әуелі. Содан кейін 97 жылы 31 мамырды саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні болып жариялады. 2011 жылы бұл жарлыққа өзгеріс енгізіп, 31 мамыр саяси қуғын-сүргін құрбандарын және ашаршылық құрбандарын еске алу күні деп белгіленді. Жер-жерде саяси қуғын-сүргін құрбандарын есте сақтау үшін мемориал тақталар, ескерткіштер ашылды. Бұл ескерткіштер біздің халқымыздың өткенін, тарихын, осындай нәубет заманда бастан кешіргендігін жас ұрпақтың санасына жеткізу үшін ашылған ескерткіштер. Достар, мен видеомды Ахмет Байтұрсынов атамыздың мына өлеңімен аяқтағым келіп отыр. Қинамайды абақтыға жапқаны, қиын емес дарғасқаны атқаны, маған ауыр осылардың бәрінен өз ауылымның иттері үріп қапқаны. Достар, менің видеом ұнаса, сіздерге пайда әкелсе, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сау болыңыздар.